Достар, сәлем, мен арныма қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздерге осындай бас киім тоқуды көрсетемін. Hello Kitty'дің екі құлағы бар. Мына жерде бантик, көздері, мұрындарын тоқығам. Және құлағы бар. Сосын мынадай жібін тоқыдым. Егер сіздерге қызықты болса, мен арнамнан алыстамай қарап тоқуларыңызға болады. Керек заттар: ілмек, номері 8 деп жазылып тұр. Жіп Alize, 100% акрил деп тұр. Түрікше бірдеме деп жазылып тұр. Және де қайшы керек болады. Бастаймыз. Ең біріншіден жіпті аламыз дағыда. Түйін жасап аламыз. Ең бірінші біз түйін жасап аламыз. Яғни тор бұл. Осы тордан арғатай біз арғатай торлар істейміз. Неге? Осы тордан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неге? 6 тор істегеннен кейін бір-бірін жалғастырамыз, бір-бірін қосамыз. Яғни ең бірінші жасаған торымызға кіргіземіз, мына жіпті ілеміз. Сосын былай шығарып аламыз. Неге? Бізден мынандай үлкен бір тор шықты. Осы тордан біз 12 жіп тоқимыз. Оны қарап отырсаңыздар, неге? Мұқиятында қарап отырыңыздар, немесе тыңдасаңыздар, неге? 1, 2, 3 таяқша, яғни 12 таяқша істейміз. Осыдан осы 3 алғаным мен 1 таяқша деп есептелінеді. Енді неге? Іліп аламыз жіпті, кіргіземіз. Тағы да іліп аламыз, неге? Шығарамыз. Неге? 3 болды, я? Енді осыны 2 қолдырамыз. Неге? 2-ін өткізіп, 2 қолдырамыз. 2 тор шықты, неге? 2 ілмек. Енді осыны 1 қолдырамыз. Жіпті алып, неге? 1 қолдырдық. Неге? Менде 1, 2 таяқша шықты. Тағы да істейміз. Іліп аламыз, кіргіземіз, шығарамыз. 3 болды, я? Енді осыны 2 қолдырамыз. Сосын 1 қолдырамыз. Енді неге? 3 болды. Осындай біз 12 таяқша шығаруымыз керек. Неге біз 12 таяқша істеп шықтық. Енді осыны біріктіреміз. Ол үшін жаңа біз ең бірінші бастағанда 3 мынандай тор істедік. Соның ең үшіншісіне неге? 1, 2, үшіншісіне кіргіземіз дағы. Мына жіпті іліп алып, тағы да мына жіптен шығарамыз. Неге? Сонда мынандай домалақ бізде шықты. Енді осыны қарап отырсаңыздар, мұқият. Неге? 1, 2, 3 тағы неге? 1 таяқша істедім. Енді осы әрбір Енді неге? Осы 3-ін істедік. Енді осы торға тағы да 1 таяқша істейміз. Әрбір торға біз жаңағы 2 таяқшадан істеп шығуымыз керек. Неге? Жаңа неге? 1 істедік. Енді екіншісіне неге? Екінші торға 2 таяқша істейміз. Неге? 3-нені 2 қолдырамыз, 2-ді 1 қолдырамыз. Екінші таяқша неге? Істеліп жатыр. Келесі торға тағы да 2 таяқша. Бізде мысалы 24 таяқша болып шығу керек сонда. Түсінікті ма? Сонда біз неге қарап отырсаңыздар, әрбір торға біз 2 таяқшадан істейміз. Неге? 1, 2, 3 осылай кете береді. Неге біз болдық? Жаңағы таяқшаларымыз 2-ден істеп, енді жаңағы неге? Мына жерді біріктіру үшін жаңа бірінші қатардағыда мен 3-ші жіпке аламыздағы. Кіргіземіз, жіпті тартып аламыз да, мынадан шығарамыз. Неге?
біртіндеп үлкейіп келе жатыр. Енді келесі қатары, мысалы бірінші қатарды біз мінекей 12 жіктен істедік, келесі қатар 24. Енді келесі қатарды басқаша болады, оны мұқият қарап отырыңыздар. Тағы таяқша істеп аламыз. 1 2 3 таяқша істеп алдық. Мінекей енді бұл қатарда басқаша болады, қарап отырсаңыздар. Бірінші біз бір таяқша қалдырамыз, екінші торға біз 2 таяқша істейміз. Мінекей екінші торға қарап отырыңыздар. 2 таяқша істейміз. 1 таяқша, екінші таяқша істейміз. Келесі торға біз енді 1 еуіс істейміз, 1 таяқша істейміз. Мінекей қарап отырсаңыздар. Келесі торға 2 таяқша істейміз. 1 2 1 екінші торға 2 таяқша істейміз. 1 таяқша, 2 таяқша. Келесі торға 1 таяқша істейміз. Бізде ең бастысы біз қателеспей қарап отыруымыз керек, шатасып кетпеуіміз керек. Мінекей осы қатар біткенше осылай істеп шығасыздар, тоқып. Мінекей болдық. Енді осыны біріктіреміз жаңағы өткендегідей. Үшінші жіпке кіргізіп, іліп алып, қайтадан іліп аламыз. Енді төртінші қатарды тағы да мұқият қарап отырыңыздар. 1 таяқша істеп аламыз. 2 3. Енді келесі торға тағы 1 таяқша істейміз. Енді келесі торға біз 2 таяқша істейміз. 1 торға жаңағында 2 таяқша істейміз. 1 2. Келесі қарап отырсаңыздар, 1 таяқша істейміз келесі торға. Екінші торға тағы да 1 таяқша істейміз. Үшінші торға 2 таяқша істейміз. 1 таяқша, осы торға тағы екінші таяқша істейміз. Келесі торға 1, келесі торға тағы 1, келесі торға 2 таяқша істейміз. 1 таяқша, осы торға тағы екінші таяқша. Мінекей осылай кете береді. Біздің төртінші қатарымыз осылай болады. Яғни 2 таяқшадан кейін келесі торға 2 таяқша. Тағы да біріктіреміз. Төртінші қатарды біз осымен аяқтаймыз. Келесі қатарды мұқият тыңдап отырыңыздар. Келесі қатарда былай болады. Тағы таяқша істеп аламыз. 1 2 3. Келесі торға 1 таяқша. Келесі торға тағы 1 таяқша. Және де келесі торға біз 2 таяқша істейміз. Яғни 1 торға 2 таяқша. Қарап отырсаңыздар, неке 1 2 3 таяқша істейміз. Келесі төртінші таяқша 2 таяқша істейміз. Қарап отырыңыздар, неке 1 таяқша, 2 таяқша, 3 таяқша, 4 таяқшадан. Неке біз 5-ші қатарды аяқтап келе жатырмыз. Тағы қосамыз мұны. Енді 6-шы қатарды тоқығанда мұқият қараңыздар тағы да. Так, 1 таяқша істеп аламыз. 1 2 3. Қарап отырсаңыздар мұқият, неке 2-ші таяқшаны істедім. 3, 4,
4 таяқша істедім. Келесі таяқшаны бір торда екеу істейміз. Біреу, екеу. Келесі торда, яғни біз 4 таяқша істей аламыз. Неке бір таяқша, 2 таяқша, 3 таяқша, 4 таяқша. 5-ші торда біз уже 2 таяқша істейміз. Яғни бір торда екеу істейміз. Біреу, екеу. Осылай кете береді. 6-шы қатар осылай неке біреу, 2-ші таяқша, 3-ші таяқша, 4-ші таяқша, 5-ші таяқшада екеу істейміз. Бір торға екеу істейміз. 6-шы қатарды аяқтадық. Енді келесі 2-ші торға көшеміз. 2-ші турда біз, яғни неке басын, баланың шапкасы, бас киімнің басын төбесін, яғни тоқып болдық. Ары қарай біз жан жағын тоқимыз. Ол үшін біз бұлай тоқимыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Таяқшалар істейміз. Тек таяқшалар істейміз. 1, 2, 3. Енді әрбір торға бір таяқшадан тоқып шығатын боламыз. Үшеу, неке ары қарай солай кете береді. Әрбір торға, яғни бір таяқшадан тоқимыз. Неке үшеуді екеу қылдырамыз, екеуді біреу қылдырамыз. Неке осылай кете береді. Ешқандай қиындық жоқ. Егер сіз бұрын тоқитын болсаңыз, ілмекпен, онда сізге оңай болады. Ал егер бірінші рет тоқитын болсаңыз, онда сәл кішкене қиындау енді түсінік жағынан. Бірақ егер сұрақтарыңыз болса, төменде пікір қалдыруларыңызға болады. Осылай кете береді ары қарай. Қазір аяқтаймыз былай. Осындай шықты. Мынандай бас киім. Көріп отырғандарыңыздай жаңағылай. Бірінші қатар тоққанда өздеріңіз ұзындығына байланысты осындай шығады. Енді біз құлағын тоқимыз. Екі жағынан құлақ тоқимыз. Ол үшін біз былай істейміз. Жаңағылай 3 жіпті алып аламыз. Таяқша қалдырып. Үнжітті. Бірнеше таяқшалар осылай тоқимыз. Ұзындығы осындай болады. Сосын екінші жағын қайтарып тоқимыз. Неке осыны үш жіпті алып аламыз. Енді кері қайтарып тоқимыз мына жағын, екінші жағын. Әрбір торды толтырып шығамыз таяқшалармен. Бірақ соңына дейін тоқымаймыз. Бұл уақытта, бұл кезде соңына дейін тоқымаймыз, соңын қысқартамыз. Қарап отырыңыздар. Әрбір торды некемен бір таяқшадан салып шығып жатырмын. Неке келесіде былай істейміз. Былай үшеу,
үшеуді екеу қылдырамыз да келесін қосып әкетеміз. Енді үшеу аламыз, 3 тор. Енді мына жағынан тоқимыз. Бұны да соңына дейін тоқымаймыз. Соңына дейін тоқымаймыз, соңын қысқартып аламыз. Үшеуді екеу қылдырамыз, сосын қайтадан мынаны тордан жаңадан жіпті алып аламыз да, үшеуді біреу қылдырып жібереміз. 1, 2, 3, қайтадан мына жақты тоқимыз. Соңын тағы да солай істейміз. Bir, 2, 3. Соңғы қатарды тоқып шығамыз енді. Бұнда да соңына дейін тоқымаймыз. 2 болды. Осындай болып шығады. Екінші құлақты да біз мына жағын осылай тоқып шығамыз.